Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны үйіне қонаққа шақырыпты. Маған қонаққа кел, қымбаттым. Мен дәмді тамақ пісіріп қоямын. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқа пісіріп, жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тырна, ал, өзім пісіріп едім дейді. Тырна жайпақ ыдысты тұмсығымен шоқып, ештеңе жей алмайды. Ал түлкі болса, табақтағы ботқаны тілімен жалап тауысады. Бәрін жеп болған соң, Айып етпе, өзге берер еш тамағым жоқ. Осыған да рахмет. Енді сен маған қонаққа кел. келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Же, қымбаттым, қысылма. Тырна сорпа дайындап, оны мойны тар құмыраға құйып, дастарханға қойыпты. Түлкі құмыраны ары-бері айналып, сорпа іше алмайды. Ренжіме, қымбаттым. Бұдан өзге берер еш тамағым жоқ. Сөйтіп, тырна да түлкі де бір-біріне қонаққа барып аш қалыпты. Содан бері екеуі бір-біріне ренжулі екен. Қалай ойлайсыңдар балалар, тырна дұрыс жасады ма?